арахисті жақсылап сумен жуып аламыз. Негізі бұл көп жағдайда сулы, тұзды болады. Соңынан кептіру үшін осылай бумажный салфеткаға, қағаз салфеткаға, болмаса осылай мата салфеткаға жайып, жақсылап кептіріп аламыз. Асты қалың тапаға осылай көмшекерді аз-аздан салып, осылай қозғап тұрамыз. Қоңырсбет болғанша. Жай отта күйіп кетпеу керек. Күйіп кетсе, қышқыл дәмі шығып кетеді. Осындай түске енген кезде сармайымызды саламыз. Сливкеміздің жартысын құямыз. Біріккенше тиіспейміз. Болған карамелді осылай ыдысқа құйып аламыз. Соңынан сырамыздан арахисті осылай тапада қызарғанша қуырып аламыз.